Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет хрустящий баклажан салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады. Салатымызға қажет заттар ең бастысы осындай баклажан қажет, 2 баклажан, 2 қызанақ, сарымсақ. Осы салатқа қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қанша мөлшер қажет екен барлығын жазып қоямын. Алдымен баклажандарымыздың 2 басын кесіп, сыртында қабығын ашып аламыз. Бізге қабығы қажет емес, сондықтан толық қабығын ашимыз. Себебі салатымызда баклажанның қабығымен қуырмаймыз. Осылай қабықтарын ашып болған соң 4 бұрышты қылып, майдалап, видеода көріп тұрғандарыңыздай кубик тәріздес турап шығамыз. Мінекей, осылай турап шықтық баклажандарымызды. Енді бір шұңғыл ыдысымызды алып, ішіне баклажандарымызды саламыз. Сосын үстіне осындай кукурузный крахмал қолданамыз. Осындай кукурузный крахмалдан 1 шай қасық толтырып, крахмалымызды баклажанның үстіне саламыз. Осылай қолмен араластырып аламыз жақсылап. Араластырып болған соң, отымызға табамызды қойып, үстіне азырақ май құйып, тураған баклажандарымызды қуырамыз. 2 беті қызарғанша жақсылап орташа отта қуырып аламыз. Осылай қуырып шықты, баклажандарымыз дайын болды. Енді келесі кезекте қызанақтарымызды тураймыз. Қызанағымызды дәл сол баклажан сияқты майдалап, 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Тура баклажанды қалай турады, дәл солай размерде тураймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай турап біттік. Бір ыдысымызға салып, қызанағымызды келесі соусын дайындаймыз. Соусына осындай соевой соус қолданамын мен. Осындай соевой соустан 1 шай қасық құямыз пиаламызға. Сосын сарымсағымызды тураймыз. Сарымсағымызды мен майдалап пышақтың көмегімен турап алдым. Сіздер үкіш болса үкіштен өткізсеңіздер болады. Осылай майдалап турап шықтық. Енді аскөгімізді тураймыз. Аскөгтің кішкене бөлігін алып қаламыз. Себебі салатымыздың үстін әсемдеу үшін қажет. Осындай кішкене бөлігін алып майдалап соусымызға турап шығамыз. Аскөгімізден сарымсағымызды турап болдық. Енді соусымызға саламыз. Үстіне 1 шай қасықтың ұшымен кішкене татымына қарай тұз саламыз. Және де лимонның соғын құямыз. Яғни дайын лимонды сығып, осылай соғын пайдаландым. Мінекей соусымыз дайын болды. Енді шұңғыл ыдысымызға баклажанымызды, қызанағымызды салып, үстіне соусымызды құямыз. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз салатымызды. Мінекей салатымыз шықты әдемі болып, өте керемет хрустящий баклажанымыз. Бір жасағаннан да шығатын өте керемет салат. Енді тарелкамызға салып, дайын болған салатымызды сіздерге жасауға кеңес берем. Өте тез дайындалатын, көп уақытыңызды алмайтын, қонақ келгенде тез дайын болатын салаттардың бірі. Бетін осылай мен күнжітпен, яғни аскөкпен әсемдеп қойдым. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңырауын басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.